Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын және де оңай жасалатын салат түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге де пайдасы тиеді деп ойлаймын. Бізге қажетті заттар: қызыл және сары тәтті бұрыш, қияр, қызанақ, қалбырдағы жүгері және де шұжық қажет болады. Алдымен тәтті бұрышымызды видеодағыдай ұзынша етіп кесіп аламыз. Дәл осы рецептпен менде 2 тарелка салат шығады, яғни маған жарты қызыл және жарты сары тәтті бұрыш жеткілікті болды. Барлығын турап ыдысымызға салып аламыз. Видеом пайдалы болып, ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздердің бір басқан батырмаларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі қиярымызды да ұзынша етіп жақсылап турап аламыз. Содан соң қызанағымызды тураймыз. Жұқалау турасаңыздар да болады, осылай үлкендеу қылсаңыздар да болады. Келесі шұжығымызды тураймыз. Қатты қалың болып кетпесін, жұқалау болса дәмді керемет болып шығады. Салатымыз да дайын болып қалды. Енді жүгерімізді саламыз. Содан соң майонезімізді салып, дәміне қарай тұзымызды да салуды ұмытпаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, салаттың жасалу жолы өте оңай. Заттарымызды тураймыз және де араластырамыз. Салатымыз дайын болады. Мінекей, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бір дана сарымсағымызды күштен өткізіп саламыз. Қалауларыңызша салат жапырағын қоссаңыздар да болады. Бұл салаттың көркін ашып тұрады және де өзінің ерекше дәмінде беріп тұрады. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Жасалу жолы оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Турайсыз, араластырасыз, салат дайын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздерге де пайдалы болады деген ойдамын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.